Петропавлда облыстық тәртіп кеңес кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде мемлекеттік қызметкерлердің жұмысында анықталған кемшіліктерге байланысты 7 іс қаралды. Тәртіптік кеңестің қарауына түскен істің дені қызметшілердің мемлекеттік сатып алу талаптарын дұрыс орындамайтындарына байланысты болды. Айталық, қалалық құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі Марат Мұқашев мемлекеттік сатып алу комиссиясының құрамында болып, байқаудың нәтижесіне әсер еткен бұзушылық жасады деп кінәланды. Айыпталушы болса, комиссияға қатыспадым, менің электронды қолтаңбамды өзгелер қойды деп ақталды. Байқау өткізілген кезде мен демалыстан жаңа шығып, барлық құжаттарымен таныса алмадым. Сондықтан комиссия құрамынан мені алып тастауды ұсындым. Алайда бұл өтінішім орындалмай, кейбір құжаттарға менің қатысуымсыз электронды қолтаңбам қойылды. Бұл іске қатысты кеңес мүшелерінің ақылдасып шығарған шешімдері мынадай болды. Тәртіптік кеңес төрағасы ретінде Марат Мұқашевке бұған дейін жарияланған сөгісті жойып, атқарып отырған қызметіне толық сай келмейді деген ескерту жазасын жариялауды ұсынамын. Тәртіптік кеңесте қаралған тағы бір мәселе Ғабит Мүсірепов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің жетекшісі Сергей Менинге қатысты. Мемлекеттік қызметші жыл сайынғы декларациясын толтыру барысында табыс көзін толық көрсетпеген. Бұл қателігі үшін оған ескерту жасалды. Жалпы бұл күні тәртіптік кеңесте заңға қайшы әрекет еткен 7 мемлекеттік қызметкердің ісі қаралып, тиісті шешім шығарылды. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, ақпарат.